Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Адам бисмилля деп айтып арақ ішсе діннен шыға ма? Арақ ішу харам. Оны барша біледі. Ал енді оны бисмилля деп ішу өз алдына бөлек харамыз. Яғни ауыр күнә, өз алдына ауыр күнә. Ал оны егер, яғни бисмилляны егер арақ ішу барысында мазақ қылып айтқан болса, ол адам, яғни өз мұсылманмын деп санаған адам кәпір болады, иманы кетеді. Имам Тахтауи, ханафи ғалымы айтады, бисмилляны айту кейде парыз болады дейді. Мысалы, мал сойғанда бисмилляны айту парыз. Кейде уәжіп болады дейді, кейде сүннет болады, кейде мубах болады, ал кейде бисмилляны айту харам болады. Қандай кездерде? Мысалы, зина жасайтын кезде бисмилляны айту не? Харам. Өйткені ол ауыр күнә жасау барысында бисмилляны айту харам болады. Шарап ішерде бисмилля айту харам дейді ғалым. Яғни ауыр күнә. Ал егер оған жеңіл қарап, ештеңе етпейді деген сияқты осылай жеңіл қарап айтатын болса, немесе арақ ішу сияқты ауыр күнә істеу барысында бисмилля деп айту халал, олай айта берсе болады деген сеніммен айтса, ол не болады дейді? Кәпір болады дейді. Өйткені харамды халал деу исламда білесіздер, адамды кәпір қылады. Яғни діннен шығады, мүртәд болады. Мүртәд деген мұсылманшылықтан шыққан адамды айтады. Сондықтан да арақ ішудің өзі харам, ауыр іс. Ал енді оны бисмилля деп ішу екі есе ауыр. Яғни ауыр күнә, өз алдына ауыр күнә. Онымен қоймай, егер бисмилляны мазақ қылып, арақ ішерде бисмилля деп осылайша мазақ қылып айтатын болса, онда ол адам не болады? Кәпір болады. Яғни мүртәд болады.